Құрметті оқырмандар және желі көрермендері, бүгін біздің кітапханамыздағы ұлттық және шетел әдебиеттер бөлімінде шуақ сепкен, нұрын төккен жаңа жыл атты қойылым болайын деп отыр. Осы қойылымға қазақтың кең байтақ жеріндегі болып жатқан оқиғаларды аралап жүрген Қыдыр ата келіпті. Қыдыр атаны қарсы алайық. Ассалаумағалейкум. Қыдыр ата, мына төрдегі орнымызға отырыңыз, жайғасыңыз. Біздің бүгінгі кештің қонағы болыңыз. Рахмет. Биылғы жыл сиыр жылы. Ортамызға сиыр жылын шақырайық. Құрметті оқырмандар, кішкентай балалар, биылғы жыл сіздерге сәтті және табысты жыл болды деп ойлаймын. Биылғы жыл балалар әдебиетін қолдау жылы болды. Аналарға көптеген қолдау көрсетілді. Сіздерді қимай кетіп бара жатырмын. Ал енді келесі жыл менен кейін келетін баршаңызға табыс тілеймін. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Биылғы сиыр жылы кезегін маған беріп кетіп барады. Келер жылы сіздерге табысты, жемісті күндер тілеймін. Жұртымыз аман, еліміз тыныш болғай. Айтқаныңыз келсін. Ал Қыдыр ата, сіз бізге енді осы жаңа жылымызға бата беріңіз. Әуелі Құдай оңдасын, жаратқан ем қолдасын. Алтыбасқа тілерім жаңа жылда көбейе берсін, мал басың, өрістерің малға, қоныстарың құтқа, шаңырақтарың арасқа, антымаққа толы болуға нәсіп етсін. Білім шаңырағы, руханияттарлық шаңырағының оқырманы көп болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын. Көк аспан астында көк туын желбіреткен көкбөрі елдің ұрпағы, ұлы дала бесігінің иесі қазақ елі бақуатты елгайдалығына Алла нәсіп етсін. Әумин, Алла күр. Айтқаныңыз келсін, Қыдыр ата. Ал балалар, қош сау болып тұрыңыздар. Жақсы күндерде жүздескенше. Жаңа жыл құтты болсын.